Кетейін, иә, бірінші өзімді. Атым Әсем, жасым 19-да, Тараз қаласы Меркі ауданынан боламын. Талаптарым болғанда, ондай бір қатты талабым жоқ. Главное, үйленуге дайын жігіт болса болды. Ертең десем, ертең үйленіп кететіндей. Боксер болмаса болды сосын. Түсінікті. Енді төбелескетін дүниелерге қатысы жоқ бала болса екен деп тұрсыз ғой жалпы, иә? Главное, боксер болмаса, спортсмен болмаса. Түсінікті. Неге ондай шешім? Уайымдап, қобалжып, бәлкім содан кейін сіз бір болма спорт саласында болмаса екен деп ойлайтын шығарсыз? Жоқ, талаптарыма солай. Жай ғана солай шештім. Өткен өмірмен байланысты, иә, солай шештім. Жақсы. Ата-анаңыз біледі, қатысушы болып келгеніңізді дұрыс түсіндім ғой? Жоқ, үйдегілер білмейді, көріп отырса. Ешкім білмей ма? Жоқ, ешкімге айтқан жоқпын. Аяқ асты қабылданған шешім болды. Сол көріп отырса, әже, жаңа жылдарыңызбен. Жаңа жыл құтты болсын дейміз. Енді және де бізде дәл қазір жаңа жылға қалай айтсам болады, Әсеммен қосылып бізде бір жаңға пранк жасайық деп шештік. Ақтөре қалай өтті ма? Берші Ақтөреге микрофонды. Ақтөре түріңіз дейтін, кетті ғой. Не істеп атсыңдар? Білмейм ғой. Келгеннен орын жоқ, өзім орын істеймін. Сен мен немене тығыз беріп қоям, мен ұмытып кеттім ма деп. Айналайын-ай. Бұның бәрі әзіл. Жаста келді ғой. Кішігірім жаңа жылдық көңіл күй болсын деп күліп ойнап отырайық деді. Ақтөре кеш қасыма. Кеш Ақтөре, ой. Аузы түштейіп кәдімгі кішкентай бала сияқты болып қалдым ғой тегі бірау. Не істедіңдер? Жайғасыңыз, келіңіз. Төрлетіңіз. Ал, расымен де жаңа қатысушы күтпеген жағдайда Әсем кіріп келді. Бірінші әсер, бірінші сезімді айтыңызшы.